Баршаңызға сәлем бердік. Сіздермен Маржан. Лаваштан орама жасайтын боламыз. Асық тұрған кезде, уақыт аз кезде, немесе қамыр илегіңіз келмей тұрған кезде өте жақсы рецепт. Лаваш әмбебап кез келген тағамға қолдана беруге болады. Лаваш аламыз, салмасына өздеріңіз білесіздер, енді менде фаршпен пияз, тұзын, бұрышын қосып араластырып аламыз да лавашымызды аламыз. Мен әдейі салманы көп қоп салмадым, себебі лаваштың дәмі сезілмей қалады. Сол себепті орташа қылып салсаңыз, лаваш піскеннен кейін өте жұп-жұқа болып шығады, өте жұқа жайылған қамыр секілді. Сол себепті салмасалар алдында көресіздер. Кейбір енді адамдарға көп салған ұнайды, жалпы өзіме осылай ыңғайлы. Бұл тағам 15 минут қайнатсаңыз пісіп кетеді. Ішінде фарш пісте болғаны. Жасап көрдіңіздер? Ұнайды деген үміттемін. Ас болсын. Сау болыңыздар.